STV Channel әмбебаптық YouTube арнасы. Біздің арнада автокөлік базары мен мал базарының бағасына шолу айдары. Және де әртүрлі бағыттағы қызықты видеолардың топтамы. STV Channel әмбебаптық YouTube арнасына тіркеліңіздер. Біз сіздер үшін әрқашанда қызмет жасайтын боламыз. STV Channel. Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі отандастар. Сіздермен бірге STV Channel әмбебаптық YouTube арнасы. Біз әдеттегіше аптаның бейсенбісінде Түркістан қаласындағы автобазардың автокөліктердің бағасын назарларыңызға ұсынуға бүгін келіп отырмыз. Біздің видеомызды жіберіп алмаңыздар. Біз сіздер үшін қызмет жасай беретін боламыз. Тіркелмегендер болса тіркеліп кетсе екен, және біздің видеоға лайк басыңыздар. Біз сіздер үшін қызмет жасаймыз, ал жұмысымызды бастайық. Opel автокөлігі Қазақстандық тіркеуде 1994 жылғы екен. 800.000 теңге дейді бағасы. Жағдайы орташа, көрініп тұрғандарыңыздай. Балондары қысқыға дайын. Кішкентай балонның үстінде шектері бар екен, бірақ жағдайы жақсы, көрінісі 800.000 теңге дейді бағасы. Ұялы телефоны 8-702 433 65 95. Осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Mazda қанша деп отырсыз? 1.200.000. Кем бар. Механика ма, автомат? Механика. Жөндеу жұмыстары қажет ете ме, етпей ме? Жоқ, етпейді. Бәрі жақсы дейсіз ба? Жақсы. Қысқы баллондар? Қысқы баллондар тұр 4-еуде. 4-еу? Жақсы. Сөзсең де болады. Келсесіз ғой негізі? Я, кем бар, келсем. Телефон нөміріңіз? 707 545 0078. 0077. Рахмет. Осы машина қызыққан адамдар болса, осы ұялы телефонға хабарласуларына болады. Audi кім? Қанша деп отырсыз бағасы? 900.000 теңге. Келсесіз ғой бағасы? Кем бар. Балоны қысқыға дайын екен, зимний балон. 16.560 алдым. 3 күн болды. 3 күн болды. 1.8 4 цилиндр, газ, бензин. Механика ғой? Я механик, вакуум ғой. Қалай жөндеу жұмыстарын қажет етпей ме? Ұсақ түйек жұмыстар бар ма? Ұсақ түйек ана терезе болды басқа. Терезе ғой басқа. Бәрі жүріп тұр дейсіз ғой? Жақсы. Хозяин өзім. Иә. Bir adam. 1.200.000 деп тұрсыз ғой? 1.100.000 деппін. 1.100.000. Миллионға беремін енді. Мерседес автокөлігі Қазақстандық тіркеуде екен. Балондары қысқыға дайын. Кузов шанақ бөліктерінде ешқандай ақау көріп тұрған жоқпыз. Иесінің айту бойынша родной краска дейді. Бәрі жақсы. Телефон нөміріңізді қанша айтыңыз? 872 307 5771. 5771. Мерседес автокөлігі. Қызыққан адамдар болатын болса, осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Opel автокөлігі Қазақстандық тіркеуде екен. Тоқ жасыл светі. Жағдайы жақсы, керемет көрініп тұр. Жылтырап тұр кузовы. Доңғалақтары қысқыға дайын. Геліс қорабы механика екен.
Қозғалтқыш күші 1,6 ғой, 2 куб па? Қозғалтқыш күші 2 екен, 2,0. Жөлдеу жұмыстарын қажет етпейді ғой? Жоқ, ондай. Барлығы жақсы ғой? Жақсы. Кузовы ұрылған, сызылған? Жоқ, ондайсы жоқ. Ешқандай ұрылған, сызылған жерлер жоқ екен, бәрі жақсы. Ұялы телефон нөмірі қанша? 8747 785 5397. 397. Opel'ге қызыққан адамдар болатын болса, осы ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Mercedes автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. 1,5 миллион деп тұр. Ұялы телефоны 8708 348 58 33 дейді. Центр замок 93 жылғы екен. Қозғалтқыш күші 1,8, ішінде кондиционер барлығы бар дейді. Шанақ бөліктерінде ешқандай сызылған, жырылған жер көрінбейді. Жағдайы жақсы. Доңғалақтары қысқыға дайын. Беріліс қорабы автомат. Автомат екен беріліс қорабы. Жағдайы керемет. ВАЗ автокөлігі ресейлік тіркеуде екен. Жағдайы орташа, түсі ақ. Доңғалақтары қысқыға дайын. Беріліс қорабы 1,5. Қазір егесінен жылын сұраймыз. Жылы қанша мына машинаның? 2011 дейді. Ешқандай жөндеу жұмыстар қажет етпейді ғой, барлығы жақсы ғой. Минустар жоқ па? Жоқ. Ұялы телефон қанша? 8707 466 0938. 0938. Аккумуляторында болды. Бүгінгі базарға Nexia автокөлігі де келген екен. Бұл да ресейлік тіркеуде. Газ, бензин, беріліс қорабы, механика. Механика, бұл механика болады. Объем қанша? 1,5. Объем 1,5 екен. Баллондары титановый. Қысқыға дайын. Кузовта кішкентай мынау сызылған жерлері бар екен. Қазір егесінен бағасын сұраймыз. Бағасы қанша? 1,200,000 дейді, келісеміз деп тұр. Ұялы телефоныңыз қанша? 8701 701 417 417 76 89. 76-89 телефон, ұялы телефонына хабарласуларыңызға болады. Nissan автокөлігі Қазақстандық тіркеуде екен. Түсі қара. Беріліс қорабы механика екен. Кешіресізде беріліс қорабы автомат. Центр замок екен. Дискісі титановый, доңғалақтары қысқыға дайын. Жағдайы жақсы, шанақ бөліктерінде ешқандай сызылған, жырылған жерлер көрініп тұрған жоқ. Бағасы 2 миллион дейді. Иесі. Жылы қанша болады? Автомат. Жылы 95 екен. Беріліс қорабы автомат. Келсесіз ғой дегізді. Болар бағасы бар ғой? Келсін бағасы бар дейді. Ұялы телефоныңызды айтып жіберсеңіз. 8771 561 44 77. 44-77 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Volkswagen автокөлігі, Volkswagen Golf дейді. Қызыл түсті. Шанақ бөліктерінде ешқандай сызылған, жырылған жерлері жоқ. Доңғалақтары қысқыға дайын. Беріліс қорабы автомат деп тұр. Қазақстандық тіркеуде екен. Салонның жағдайы жақсы. Ешқандай минустары жоқ. Жылы 94 қой, Жылы 94-ші жылғы дейді. Бағасы 1,400,000.
Milyon 450. Uyal telefonunuz kaça? 8 708 495 60 56 telefonuna xabarlasularingizga bo'ladi. Opel avtokөлігі toq жасыл ekan tusi. Gaz benzin deydi. Есі шанақ бөліктерінде сызылған және ұрылған жерлері жоқ. Көрініп тұр. 1.8 ғой, а? 1.8 gaz benzin. Қозғалтқыш күші 1.8 дейді, газ бензин. Ешқандай жұмыстар жоқ қой мотор жақтарында? Таза. 94 жылғы шығарылған. Ұялы телефоныңызды айтып жіберсеңіз? 8778 580 64 23. 580 64 23 дейді. Ешқандай жұмыс, жөндеу жұмыстарын қажет етпейді деп тұр. Opel'ге қызыққан адамдар болатын болса, осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Nexia автокөлігі Ресей тіркеуінде екен. Түсі қара, дискісі титановый. Доңғалақтары қысқыға дайын. Шанақ бөліктерінде ешқандай ұрылған жерлері жоқ. Жылы 2006 жыл шыққан екен. 16 клапан. 16 клапанды екен. Бағасы 750 мың теңге деп тұр. Ұялы телефоны 8778 580 64 23. Осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Бүгінгі базарға ВАЗ автокөлігі келген екен. Қазақстандық тіркеуде. Түсі ақ. Айналары сынған емес. Кузовтары шанақ бөліктерінде ешқандай сызылған жерлер жоқ. Бағасы 750 мың теңге деп тұр егесі. Ұялы телефоныңыз қанша? 702 702 814 814 51 67. 51 67 дейді. ВАЗ автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Түсі ақ екен. Дискісі титановый. Шанақ бөліктерінде ешқандай ұрылған, сызылған жерлері көрінбейді. 2013 жылғы дейді. Иесі айтып жатыр 2013 жылғы. Кузовы жақсы, керемет. 1.5 1 миллион 900 деп тұрсыз ғой бағасы? Келісеміз дейді егесі. Ұялы телефоныңызды айтып жүрсіңіз? 778 545 87 84. 87 84 дейді. Осы телефонға хабарласуларыңызға болады жаңағы. ВАЗ автокөлігі көк түсті екен. Ресейлік тіркеуде. Балондары, доңғалақтары қысқыға дайын. Шанақ бөліктерінде ұсақ түйек кішкентай ұрылған жерлері бар, бірақ бағасы соған лайықты меніңше. Бағасы қанша дедіңіз? 400. Бағасы 400 мың дейді, келісетін бағасы бар ғой? Келісетін бағасы бар. Иә, ұялы телефон қазір көрсетеміз. Осы көлік жөнінде сұрақтарыңыз болса, сол нөмірге хабарласуларыңызға болады. Ұялы телефонға. 878 282 38 20. 38-20 дейді. ВАЗ автокөлігіне қызыққан адамдар болатын болса, жаңағы төмендегі ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Opel автокөлігі универсал, Opel Astra деп айтылады. Шанақ бөліктеріне қарасақ, ешқандай сызылған, жырылған жері жоқ. Доңғалақтары қысқыға дайын. Керемет. Иесі ешқандай ұсақ түйек жұмыстары жоқ дейді. Артыңғы фар кішкентай сынып тұр. Ол ештеңе емес. Беріліс қорабы механика екен. Салондары керемет, жақсы, айырбагы бар. Теплоподъемник, терезе көтергіші қолмен. Объем қанша? Қозғалтқыш күші 1.6 дейді. Ұялы телефоныңыз? Номер айтайын ба? Иә, телефон. 708 126 26 54. 26 54. Бағасы қанша деп тұрсыз? 1.4 ақанша айтайын. 1 миллион 400 мың теңге дейді. 4 литр мен 4 жүзге жатайын. 4 жазғы, 4 қысқы баллон дейді.
Жағдайы тамаша, керемет. Мерседес автокөлігі дейді. Дискісі титановый, доңғалақтары жазғы. Қысқыға электропакет екен. Беріліс қорабы механика. Шанақ бөліктерінде ешқандай ұрылған, сызылған жерлер көрінбейді. Жағдайы тамаша көрініп тұр. Адамдар да көріп жатыр, қызығып. Бағасы қанша дедіңіз? Миллион 200 мың теңге дейді. Осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Телефон нөміріңіз? 877 981 02 02 дейді. 1 миллион 200 мың дейді. Бүгінгі базардың төменгі бағасы деп айтуға болады. Мерседестер қатарында. Қызыққан адамдар болатын болса, осы ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Nexia автокөлігі ресейлік тіркеуде екен. 1.6 қозғалтқыш күші. Кузов шанақ бөліктерінде ешқандай ақау көрініп тұрған жоқ, сызылған, жырылған жерлер жоқ. Доңғалақтары қысқыға дайын. Nexia Donus дейді. Бағасы миллион теңге деп тұр. Салондарында жырылған, кірленген жерлер көрініп тұрған жоқ, салоны таза. Ұялы телефоныңыз қанша отыр? Ұялы телефон? Телефон нөмірін айтшы. 408 171 36 71. 36-71. Nexia автокөлігіне қызыққандар болса, осы нөмірге және осы машина туралы ақпарат білгілеріңіз келсе, төмендегі ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Бүгінгі базарға Audi автокөлігі келген екен. Қызыл түсті. Шанақ көліктерінде ешқандай ақау, ешқандай сызылған, жырылған жерлер көрініп тұрған жоқ. Audi 100 Duty вариант деп айтылады екен. Беріліс қорабы механика. Қазақстандық тіркеуде екен. 93 жылы шығарылған. Қозғалтқыш күші 2.3, бензин. Бағасы 1 миллион 700 дейді. Ұялы телефон 8 700 333 10 11 дейді. Осы көлік туралы ақпарат білгілеріңіз келсе, жаңа ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. ВАЗ автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Бүгінгі базардың арзан көліктерінің бірін қазір сіздерге назарларыңызға ұсынатын боламыз. Балондары жазғы. 2007 дейді. Газ бензин. Бағасы 550 мың теңге деп тұр. Ұялы телефоны 8776 320 99 77 дейді. Жағдайы орташа, тек мынау жоғары жақта кішкентай сызылған жерлері бар екен. Осы көлікке қызыққандар болса, жаңа ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. ВАЗ автокөлігі ресейлік тіркеуде екен. Доңғалақтары титановый дискі. Балон 15-тік дейді. Қысқыға дайын, қысқы балон. Механика. Объем жағдайы жақсы, кузовы өте керемет, сызылған жерлері жоқ. Жағдайы тамаша деп тұр. Қазір бұл туралы ақпарат білетін боламыз. 2007 жылғы шығарылған. 1.6 дейді, 1 миллион 100 мың деп тұр. Ұялы телефон 8775 476 78 83. Кешіресіздер, 8775 476 28 83 дейді. ВАЗ автокөлігі шаруа көліктерінің бірі, Қазақстандық тіркеуде. Кузовтарында шіріген жерлері бар. Жағдайы орташа көрініп тұр. Қазір бағасын көретін боламыз. Сығын бағасы газ бензинеге негізі 2002 жылы шығарылған. Ұялы телефоны 8776
353 65 09 дейді. Бағасы қанша? 500 деп тұр. Бағасы 500 мың теңге деп тұр. Келісеміз дейді. Жаңағы видеоның астында ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Opel Astra автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Кузов шанақ бөліктерінде ешқандай ақаулар жоқ. Тек мынаның қақпағы, бензин қақпағы жоқ екен. Түсі тоқ көк. Жылын сұраймыз. Жылы қанша Астраның? 93 жылғы дейді. Бағасы? 1.200.000 теңге дейді. Келісеміз деп тұр. Ұялы телефон айтып өсеңіз? 705 698 6111 дейді. Opel Astra 93 жылғы 1.6 кубы. Қысқан адамдар болатын болса, жаңағы ұялы телефонға, видеоның астындағы ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Nexia автокөлігі. Түсі тоқ қызыл, жағдайы керемет. Салондары таза екен. Шанақ бөліктерінде ешқандай сызылған, жырылған жерлер көрінбейді. Моторында ешқандай жұмыстар жоқ қой? Жоқ. Моторында ешқандай жұмыстар жоқ. Бағасы қанша деп отырсыз? 1.8. Объем 1.6 ғой? 1.6. Родной дейді, краскілері бәрі өзінікі. Ешқандай жұмыс, жөндеу жұмыстарын қажет етпейді деп тұр егесі. 190 мың пробег, 190 мың шақырым жүрілген дейді. Жағдайы жақсы. Бағасын қанша дедіңіз болар жер? 650 болар. 1.650.000 теңге дейді егесі. Ұялы телефон айтып берсеңіз? 837 886 6015. Рахмет. Audi автокөлігі Қазақстандық тіркеуде екен. Түсі ақ. Доңғалақтары титановый. Қысқаға дайын екен. Бағасы 1.300.000 теңге деп тұр. 2.3 91 жылғы 877 977 65 17 ұялы телефонына қысқан адамдар болатын болса хабарласуларына болады. Шанақ көліктерінде сызылған жерлер жоқ, жағдайы жақсы. ВАЗ автокөлігі Қазақстандық тіркеуде екен. Баллондары, доңғалақтары қысқаға дайын. Жағдайы шанақ бөліктерінде ешқандай ақаулары жоқ. Көк түсті екен. Көк түсті. Қазір бағасын көреміз. Қағазға жазып қойған екен егерсе. Бағасы 700.000 теңге дейді. 1.5 92 жылғы шығарылған. Ұялы телефоны 877 325 79 91. Осы нөмірге хабарласуларыңызға болады. Matiz автокөлігі жасыл түсті екен. Ресейлік тіркеуде. Доңғалақтары қысқаға дайын. Қозғалтқыш күші 0.8 дейді егесі. Бағасы 1.200.000 теңге болса береміз дейді, келісеміз деп тұр. Ұялы телефон айтып берсеңіз? Ұялы телефон 771 548 1375. 1375 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Део Matiz автокөлігі механика. 2011 жылғы ма? 2011 жылғы дейді. Шанақ бөліктерінде сызылған жерлері көрінбейді. Жағдайы керемет көрініп тұр. Ұрылған, сызылған жерлері жоқ. Доңғалақтары қысқаға дайын. Бағасы қанша деп отырсыз? 950.000 теңге дейді. Келісім бағасы бар ғой? Бар. Келісім бағасы бар дейді. Ұялы телефоныңыз қанша? 877 742 04 97 ұялы телефоныңызға хабарласуларыңызға болады. Opel Astra автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Кузов шанақ бөліктерінде ешқандай ақаулар жоқ. Тек мынаның қақпағы, бензин қақпағы жоқ екен.
түсі тоқ көк. Жылын сұраймыз. Жылы қанша Астраның? 93 жылғы дейді. Бағасы? 1.200.000 теңге дейді. Келісеміз деп тұр. Ұялы телефон айтып өсеңіз? 705 698 698 61 11 6111 дейді. Opel Astra 93 жылғы 1.6 кубы. Қысқан адамдар болатын болса, жаңағы ұялы телефонға, видеоның астындағы ұялы телефонға хабарласуларыңызға болады. Я достар, өздеріңіз көргендей, міне Түркістан қаласының автобазарындағы автокөлік бағаларын біршама болса да шолып өттік. Біз енді өздеріңізге белгілі аптаның әр бейсенбісінде осы Түркістан қаласындағы автокөліктердің базардың бағасына сіздер үшін шолу жасап, видео айдар жасап отыратын боламыз. Сіздердің әрбір лайктарыңыз біздің қызметімізге шабыт береді, және біз алдағы әртүрлі контенттерді сіздерге шығаратын боламыз. Біз қоштаспаймыз, келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге СТВ Channel әмбебаптық YouTube арнасы.